Бақтырызға сәлем. Үй жағдайындағы кокосовый баунти жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет шықты және көп затты қажет етпейді. Соңына дейін сол үшін менімен бірге видеоны көріңіздер. Бізге ең алдымен кокосовый стружка керек. Осындай 3 пачка алдым. 50 граммнан 150 грамм болады сонда. Бір ыдысқа салып, ортасын ашып, сгущенка құятын боламыз. Сосын міндетті түрде үй температурасындағы сары май болу керек. Сары майды қосып, бір массаға келгенше қолмен жақсылап араластырасыздар. Сосын холодильникке 1 сағатта қойып қоясыздар, өйткені қолға жабыспау керек. Оны холодильникте тұрғанша біз оның шоколадын дайындайтын боламыз. Плиточный шоколад болады, молочный, болмаса темный шоколад. Осыны бір ыдысқа салып, микроволновкеге 5 минуттай бір массаға келгенше жақсылап ерітіп аласыздар. Ал холодильниктен алып, осылай формочка жасайтын боламыз. Өздеріңіздің қалаған формочкаларыңызды жасасаңыздар болады. Ал енді еріген шоколадымызды осылай бетіне әдемілеп жағып шығамыз. Өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты неше түрлі ғып әдемі ғып сәндеп шықсаңыздар болады. Үй жағдайындағы баунтиді міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді шықты. Сол үшін егер сіздерге ұнаса, комментарий, лайк және подписаться деген кнопканы басып кетіңіздер. Рахмет сіздерге, менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға.